Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біркелкі болып созылатын лағманның қамырын созудағы өз әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге су қажет. Суымыз міндетті түрде салқын болуы қажет. Осының үстінен бір шай қасық толтырып тұз саламыз да, тұзымыз біркелкі араласқанша жақсылап араластырамыз. Үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, қатты қамыр елейміз. Сіздерге барынша түсінікті болсын деп, лағманға қалай қамыр үйлену керек және созылу керек, соны асықпай, жылдамдатпай барынша көрсетуге тырыстым. Сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер. Лағманға қамыр міндетті түрде қатты болып үйленуі қажет, және де құйған суымыз кішкене жетіңкіремей жатса, осылай шетінен су қосып жіберуге болады. Ол ұнның тығыздығына да байланысты. Мендегі ұн жоғары сұрыпты алтын астық ұны, пионер ұнын және де жоғары сұрыпты барлық ұндарды қолдансаңыздар болады. Қамырымызды жақсылап басатын боламыз. Басы осылай біріккеннен кейін осындай жалпақ жерге қойып аламыз да, қамырымызды күлшелеп, басып, қайтадан осылай жақсылап елеп алатын боламыз. Ішінде түйіршіктері сондай қалып қалмау керек, сондықтан міндетті түрде осылай жақсылап көбірек осылай басуларыңыз қажет. Міне осындай қатты қамыр болады. Енді осыны салафан қалташасына салып 20-30 минутқа ең қандыруға қойып қоямыз. Оған дейін подливын дайындап берулеріңізге болады. Бір жарты сағат уақыт өткеннен кейін қамырымызды тағы да осылай жақсылап басамыз. Күлшелеп тағы да салафан қалташасына салып 15-20 минутқа қалдырамыз. 15-20 минут өткеннен кейін қамырымызды алып күлшелейміз. Осылай кішкене басамыз да. Сіздерге осы жерде бір лайфхак айта кетейін. Қамырымыз тез созылуы үшін осылай оқтаумен кішкене жайып жіберуге болады. Және де осылай тез созылу үшін және қамырымыз кішкене кішірек болу үшін жұқалап осылай бөліп аламыз пышақпен. Енді майлап, астына негізі ағаш тақтай болған кезде өте жақсы созылады. Менде мына жақ асты да пленка болғаннан кейін қатты майлаған кезде кішкене жаңағы не істеп кетіп жатыр. Жылжып кетіп жатыр. Ештеңе етпейді. Ағаш тақтайдың үстінде созсаңыздар өте тез әрі ыңғайлы болады. Жаңадан созып жүрсеңіздер, солай бастағандарыңыз дұрыс. Енді қамырларымызды осылай ыдысқа ұлу тәріздес етіп орап шығатын боламыз барлық қамырларымызды. Міне барлығын осылай салып аламыз да, үстінен кішкене май жағып, үстін салафан қалташасымен толық жабылып тұратындай етіп, тағы да бір 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін аламыз да, қамырымызды ең бірінші салған қамырдан бастап созуды, жұқартуды бастаймыз. Видеода көрсетілгендей осылай оқтау жайғандай қолымызбен созатын боламыз. Бізде лағманның қамыры міндетті түрде жақсы шығуы үшін қамырымызды қатты елеуіміз қажет, және де қамырымыздың иі жақсылап қануы қажет. Иі жақсы қанған қамыр үзіліп кетпей, әрі қатты бұлжырамай жақсы осылай тез созылатын болады. Сіздерге түсінікті болсын деп, барынша жылдамдатпауға тырыстым. Міне осылай
қамырларымызды созып аламыз. Созылуы да өте тез әрі ешқандай да үзіліп кетпейтін болады. Осылай кішкене жұқартқаннан кейін үстінен кішкене майымызды жағып қоямыз да, бөлме температурасында үстін жаппай қалдыра беруге болады. Бірақ терезе сондай ашық тұратын болса, міндетті түрде бетін осылай тағы да бір салфан қалташасымен жауып қойып тұрыңыздар. Осылай видеода көрсетілгенде кішкене жұқартып, барлық табақта тұрған қамырларымызды осылай жұқартып шығамыз. Барлығын осылай істеп алғаннан кейін, енді бізде ең соңғы осылай пісіретіндей етіп, осылай жұқартып созамыз. Егер де қалынырақ болған қаласаңыздар, қалынырақ қылып істесеңіздер болады. Бұдан да жұқа болады десеңіздер, бұдан да жұқартып осылай созсаңыздар болады. Немесе қолдарыңызбен қараңыздар. Екі қолымызды бүйтіп домалата отыра осылай да созсаңыздар болады. Өте ыңғайлы. Өздеріңіз байқасаңыздар, қамырларымыз біркелкі әдемі созылып жатыр. Енді қамырымызды осылай екі қолымызға, бір қолымыздың іш жағымен, бір қолымыздың сырт жағымен ала отыра қолымызға осылай орап аламыз. Сол кезде ортасы бір-бірімен крестик сияқты болмай осылай алынады. Бір жағын іш жағымен, екінші жағын сырт жағымен аласыздар да, осылай неге қатты жерге ұрып, кішкене созыңқырап қоясыздар. Міне осымен қамырларымыз дайын. Барлық қамырды солай істеп шығасыздар, және де осы уақытта су қойып қоюды ұмытпаңыздар. Суымыз жақсы қайнап шыққаннан кейін суға тұз салынған, тұз салуды ұмытпаңыздар. Кейін лағманның қамырын саламыз да, осылай вилкамен ашамыз. Жалпы негізі таяқшамен былай домалата отыра ашқандарыңызда дұрыс болады. Таяқша болмағандықтан осылай вилканың көмегімен де ашсаңыздар болады. Қайнап шыққаннан кейін 1-2 минут аралығында ғана пісіріп аласыздар да. Сүзіп аласыздар. Сүзіп алғаннан кейін тастай суға салудың қажеті жоқ. Осындай жайпақ жерге қойып, бірден сұйық майымызды құямыз да, үстіне жақсылап жағып шығатын боламыз. Және жайпақ жерде кішкене суығанша осы жерде тұрып суы қажет. Артық сулардың бәрі сол кезде алынатын болады. Міне осымен біздің лағманның қамыры дайын. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақбота.